Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын фунчоза салатының рецептімен бөліскім келіп тұр. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де арнама тіркеліп, астыдағы тұрған қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыз, себебі менің арнамда бірнеше сіздер іздеген рецепттерді таба аласыздар. Алдымен бізге осындай фунчоза керек болады. Мен осы түрін таңдадым. Алып, арнайы ыдысымызға салып алып, үстінен жаңа қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан соң біздің фунчозамыз пісіп дайын тұрады. Енді осыны арнайы бөлек ыдысымызға сүзіп алуымыз керек. Егер 10 минуттан ұзақ уақыт тұрып қалатын болса, қамыры езіліп кетуі мүмкін, сондықтан 10 минуттан асық уақыт ұстамағанымыз дұрыс. Осылайша барлығын сүзіп алдым. Енді салқын суға салып, бір рет шайып алуымыз керек болады. Сол кезде қамырларының арасы жабыспай, осылай дара-дара болып тұрады. Салатымыздың салмасына 2 қызанақ, 2 қияр, 2 сәбіз және бір үлкенірек болгар бұрышы, чеснок және ет керек болады. Алдымен етімізді жоқа етіп турап аламыз. Сол кезде еттеріміз жақсы әрі тез пісетін болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жоқа әрі ұзын етіп турауымыз керек. Міне барлығын дерлік мен осылайша турап дайындап алдым. Енді табамыздың үстінен сұйық майды құйып, қызып тұрған майдың үстінен етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстінен кішкене су құйып, баяу отта етімізді пісіріп аламыз. Кішкене пісіп болғаннан кейін үстінен пиязды қосып, жақсылап қуырамыз. Осы орайда сәбізімізді үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Сәбізіміз неғұрлым ұзын шайытып өткізетін болсақ, салатымыздың арасында әдемі болып көрініп тұрады. Сәбізді де бір рет қуырып алдым. Үстінен жұқа әрі ұзынша етіп туралған болгар бұрышын, яғни тәтті бұрышты қосамыз. Оның үстінен бір ас қасық толы соя соусын қосып, бір араластырып, және осының үстінен чеснокты қостым. Бұл менде дайын тұрған үккіштен өткізілген чеснок. Әдемі түс беріп тұру үшін жарты шай қасық паприка қосып, оттың астын өшіріп, қақпағын жауып қоямын. Сәбіз өз буына пісе береді. Енді қиярды ұзынша етіп турап дайындап аламын. Осылай ұзынша етіп турасаңыздар, салатымызда әдемі болып көрініп тұрады. Қызанақты да ұзынша етіп турап дайындап алдым. Енді фунчозамыз жеуге ыңғайлы болу үшін ортасынан осылай бір рет кесіп шығуымыз керек болады. Қатты майдалап жіберуге де болмайды, тек бір рет кесіп шықсаңыздар да жеткілікті. Салмасының барлығы бір-бірімен араласып біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Осымен біздің салатымыз толығымен дайын болып шықты. Сонымен қатар менің арнамда мерекелік дастарханға арналған бірнеше салаттың түрлері бар. Оны менің каналымдағы видео бөлімін басып көре аласыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.